жарайды. Олай болатын болса, біздер бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын біздер бәріміз орнымыздан тұрайық. Алысқа бір нүктеге көз тастаймыз. Енді басымызды оңға қарай бұрамыз да, келесі бір нүктеге көз тастаймыз. Көзімізді жұмамыз. Ішімізден бүгінгі мақсатымызды айтамыз. Жарайды, студенттер, отырайық орнымызға. Нүктеге қоя отырып, өзіміздің, яғни сол нүктеге жету үшін біздер алдымызға мақсат қойдық. Бүгінгі біздің негізгі мақсатымыз сабағымызды жақсы өткізіп, ауыз біршілікте болу. Өлең жолдарын бір оқып шығайық. Дайынбыз ба? Бірінші топ, бастай қойып бірінші өлеңді. Ол 101 сыныпқа барды. Портфелінде 100. Келесі топ, үшінші топ. Кіші малдың артынан үнемі жүгіріп жүретін. Зор құйрығы бар, біраз жүз аяқты. Ол қара көк көз кәдімгідей әлемге қарады. Бірақ бәрі де кәдімгідей болған. Біздің әңгімемізді түсінгенде. Жарайды, студенттер. Ерекше қыз 1001 жаста еді. Ол 101 сыныпқа барды. Портфелінде 100 кітап алып жүрді. Мұның бәрі шындық, бос сөз емес. Ол әр дыбысты 10 құлағымен тыңдады. Ал күйген 10 қол портфельмен бауды ұстады. 10 аяқпен шаң басқанда ол жол бойымен жүрді. Күшік оның артынан үнемі жүгіріп жүретін. Бір құйрығы бар, бірақ 100 аяқты. Ал 10 қара көз кәдімгідей әлемге қарады. Бірақ бәрі де кәдімгідей болады, біздің әңгімемізді түсінгенде. Бұл жерде бізге қандай сандар? 101. Неге таныс емес? 101 деген сынып бола ма бізде? Болмайды. 1100 жас деген болады ма? Болмайды. 10 құлақ бола ма? Болмайды. 10 қол бола ма? Болмайды. Олай болатын болса, біздер бүгін осы өлеңнің, яғни ерекше қыз өлеңінің мағынасын ашатын боламыз. Тағы. Калькулятор, тағы. Мы, яғни ойланып жатыр. Сонымен қатар. Бұл не, білеміз ба? Жоқ. Не дейді? Есеп шот, бізде әр айдың 31-і бар. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Ал бізде 2 айда, қараңыздар, шілде мен тамызда қатар 31 бар. Ол бізде 2 қолымыздың жұдырығының бірдей жері. Түсінік па? Сонда бұл да бізде санау жүйесіне жатады екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз санау жүйесі және сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру. Сабақтың негізгі мақсаты сандарды бір Бүгінгі сабақта күтілетін негізгі нәтижеміз, яғни біздер сабақтың соңында қандай нәтижеге қол жеткізуіміз керек. Санау жүйелерінің түрлерін, оның ішінде позициялық және тақырып жоба бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші, санау жүйесінен сандарды бір санау жүйесіне, келесі санау жүйесіне есептеу арқылы аударамыз. Одан кейін белгілі бір есептеу арқылы аударамыз. Одан кейін белгілі бір бізге берілген кесте арқылы аударамыз. Одан кейін біздер сандарды сапты өте отырып, бүгінгі сабақтың мақсатына жетеміз. Бүгін біздерде сабақта аралас оқыту технологиясы бойынша өтеді, яғни оқытушымен жұмыс, топтық жұмыс, жеке шығармашылық жұмыс, сонымен қатар онлайн программалық жұмыс. Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазамыз, бүгінгі атысын жазайық, 10-шы желтоқсан. Сан дегеніміз не? Өзіміздің күнделікті қолданылатын сандар, натурал сандар бар. Біздерге бұл математикадан таныс. Жалпы бүгінгі сабақта қарастырылатын негізгі сұрақтар санауға себебі сандарды жазған кезде біздерге жадының қажетті ресурсын, яғни есептеу жылдамдығы мен қателіктерін анықтайды. Бұл жерде информатикада сандарды біздерге ең негізгі керегі, мына жерде бейнероликтен де көруге болады. Жаңағы егерде сандық техникада кез келген электрондық аспаптарды іске қосқан уақытта біздерде қосу және 1 мен 0 саны бізде сандық техникада, электроникада екілік сандау жүйесі түрінде қолданылады.
Жалпы санау жүйесі деп тұрғанымыз бұл сандарды жазуға арналған ережелер мен арифметикалық операцияларды орындау мүмкіндігін беретін арнайы сандар жиыны. Санау жүйесі жалпы екі топқа бөлінеді. Позициялық санау жүйесі, сонымен қатар позициялық емес санау жүйесі. Позициялықты береді. Ал екі дегеніміз бірлікті береді. Яғни бұл жерде бізге сандардың орнына тәуелді болып тұр. Себебі екіні біз жүздік деп айта алмаймыз ғой бұл жерде, я болмаса үшті бірлік деп айта алмаймыз. Оқымаймыз, я? Сонда біздің позициялық санау жүйеміз оның орнына тәуелді болады. Ал x-ті бірінші жазып l жазатын болсақ 40 болады. Түсіндік пе, студенттер? Жарайды. Онда әрі қарай бізде позициялық санау жүйесінің өзін негізгі 4 топқа бөлеміз. Екілік санау жүйесі, 8-дік, 10-дық, 16-дық санау жүйесі. Екілік санау жүйесінің негіздері тек қана 2 саннан тұрады, 0 және 1. 8-дік санау жүйесі 0-ден 7-ге дейінгі сандарды қамтиды. 10-дық санау жүйесі 0-ден 9-ға дейінгі сандарды қамтиды. Ал 16-дық санау жүйесі 0-ден 9-ға дейінгі сандарды, сонымен қатар латынның бас әріптерінен басталатын A-дан F-қа дейінгі бас әріптерді қабылдайды. Есептеу құрылғысына екілік жүйені пайдалануға болатындығы туралы мүмкіндік берген. Қазір Лейбничтің өзінің компьютердің жадында сақталатын ақпараттың барлық түрлері, сөздер, сандар, суреттер, компьютер жұмысын басқару программалары бәрі де екілік сандар тізбегі түрінде жазылады. Сонымен не дейді? Компьютерге енгізілетін кез келген ақпарат қандай сан түрінде жазылады? 8 санау жүйесіне 0-ден 0-11 деген санға тең екен. Енді осыны біз қалай тексереміз? Соны қазір тақтаға тексеріп көрейік. 1, 0-1, 111, 0-11. Енді біздер жаңа айттық, 4, 5, 6, 7, 8 дәрежесі болады. 0 көбейтілген 7 болады? Неге 1 болады? Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Осылай 7 қалдық қалады. Одан кейін 13-тен келеді. 13-ті 8-ге бөлгенде 5 қалдық қалады. 1-ден береміз, я? Ол 1 дегеніміз біздің 8-ден кіші. Сондықтан 1573 деген сан шығады. Онда жіберейік. 37-те B, 16-лық санау жүйесі. Қалай істейміз? Келесі. Сонда біздер бүгінгі сабақта сандарды 10-лық санау жүйесінен 2-лікке, 8-лікке, 16-лыққа ауыстырдық және кері бағытта тексердік. Түсінікті ма, есеп? Сонда 10-лық санау жүйесіндегі сандарды 2-лікке ауыстыру үшін бірінші не істейміз? Берілген санды 2-ге қалғанша бөліп аламыз. Сосын тексергенде қалай тексереміз? Қалай тексереміз еді? Соңғы саннан бастап, керісінше бағытта, кері бағытта санаймызда, бірінші саннан бастап негіздің дәрежесіне көбейтеміз. Жарайды, студенттер, бүгінгі сабақ түсінікті болса, онда сабақты әрі қарай жалғастыру үшін қазір сіздерді топқа бөлеміз. Үшінші топ: Әділжан, Мерхат, Фатима, Аслан, Санжар. Сіздерге беріліп тұр. Осы тапсырмаларға, мысалы, бірінші тақтамен жұмысқа сіздер өзіңіз шықтыңыз ба? Мысалы, мақсатсыз шықтыңыз ба өзіңіз? Қанша балл дұрыс болса есебіңіз, қанша балл қойылды, соны тұсына жазамыз. Егер де сіз шықпаған болсаңыз, ол жолды тастап кетеміз, келесі тапсырманы орындай береміз. Келесі тапсырмаға шыққан болсаңыз, өзіңізге балл қоятын боласыз. Санау жүйесіне ауыстырасыздар. Үшінші топ: берілген сандарды 16-лық санау жүйесіне ауыстырасыздар. Римдік санау жүйесі, позициялық емес санау жүйесіне дайын отырамыз. Санау жүйесінің кестесін үлестіремін. Осы санау жүйесінің кестесі арқылы тездетіп орындай қояйық. Санау жүйесінің кестесін беріп пайдаланамыз студенттер. Бітірген топ қоңырау соға қоямыз. Қай топ? Екілік санау жүйесіндегі сандардың өсу ретімен. Жарайды, қазір тексереміз. Үшінші топ. Тексеріп жіберейік. Бір жылы сөз, бір күнге азық. Жігітке 7 өнерде азық. 10 саусағынан өнер тамған. Дұрыс па? Жарайды.
есімізге түсірейік геометрияны. Так, x, y осымен біздер қазір жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде сіздерге бір сурет шығу керек. Сурет ретімен қосамыз. Яғни бірінші нүктеме 2-ні, 2 мен 3-ті қоса береміз. Так, сіздерге қазір міне 3 тапсырма үлестіретін боламын. Өздеріңіз таңдап алыңыздар. X 1-ге тең, Y-ның жүздегенің 4-ге. X 10-ға тең. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Келесі. Топта 10.100-ның алдында неше болады енді? Так, екінші тапсырма. Тез. Дауысым шығады. Модельдеу жасаймыз деп, иә? Барлығымыз компьютерге отырамыз. 56. Келесі. 111. 01. Дұрыс. 8-ке. 2-ттен. 11. 3867. Аха, 10-дықтан. Сосын. 7433. Аха, дұрыс. 1000. Так, біздер келесі тапсырмамыз бұл жаңа модельдеу. Қалай? 1111. Аха. Так, өзіміз программалаймыз. Яғни өзіміз бағдарлама құрастырамыз. 16-ны ауыстыру. Тез программалай қой. Так, бір кез келген сан айтамыз, сол санды бізге автоматты түрде ауыстыру. Так, Рамазан аяқтап отыр, Дәулет аяқтап отыр. Аха. Ат жөнін жазайық. 90 балл, Санжар 90 балл, Аслан. Студенттер, мана сабақтың басындағы біздер өлеңге қайтып оралайық. Енді негізгі мағынасы қандай екен? Ерекше қыз 12 жаста еді. Ол 5-ші сыныпқа барды. Ол портфелінде 4 кітап алып жүрді. Мұның бәрі шындық, бос сөз емес. Ол әр дыбысты 2 құлағымен тыңдады. Ал 2 күйген қол портфелмен бауды ұстады. 2 аяғымен шаң басқанда ол жол бойымен жүрді. Күшік оның артынан үнемі жүгіріп жүретін. Бір құйрығы бар, бірақ 4 аяғы бар. Ал 2 қара көз кәдімгідей әлемге қарады. Бірақ бәрі кәдімгідей болады, біздің әңгімемізді түсінгенде. Яғни, жаңағы біздің ерекше қыз өлеңіміздің негізгі мағынасы осы еді. Бізде сабақтың басында бұл санау жүйесін әлі түсінбегендіктен, бұл жердегі сандардың бізге беймәлім болғандығы. Яғни, біздер бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сабақтың мақсаты сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру болатын. Яғни, біздер бүгінгі сабақта өзіміз жаңағы айтып өткендей есепті арифметикалық амалдар арқылы есептедік. Одан кейін қолымыздағы кесте арқылы, яғни берілген стандартты кестеміз арқылы есептерді шығардық. Сонымен қатар компьютерлік модельдерді калькулятормен есептерді шығару арқылы Excelмен біздер өзіміз программа құрдық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай қояйық. Кері байланыс дегенді оқи қойыңыздар перкодпен. Бүгінгі сабақ бойынша сіздердің сабақты өте жақсы түсіндім, сабақты жақсы түсіндім, әлі де іздену керек. Осы 3 пункт не бойынша баса қойыңыздар. Сонымен қатар Instagram әдісі бойынша бүгінгі сабақта қандай комментарий бересіз, яғни одан кейін бүгінгі сабақ сізге ұнады ма, несіме ұнады, сонымен қатар бүгінгі сабақта өзіңізге не түйдіңіз. Бұл бізде Instagram'да бәріміз пайдаланамыз. Комментарий жазу, лайк басу, өзімізге сохранить етіп алу, иә? Осы сабақтан өзіңізге не түйдіңіз? Тез етіп жазып, неге жабыстыра қойып. Түсінген студенттер 10 екен, сабақты жақсы түсінген студенттер 6 екен. Бүгінгі сабаққа барлық студенттер жақсы қатысты. Бізде тек қана Аян, сосын Санжар кішкене сабаққа қатыспай қалдық. Қалған студенттеріміздің барлығы қатысты. 90 балл сізге де. Бағдаулет өте жақсы қатыстыңыз, сізге 90 балл. Бекет бүгін кішкене нелеп отырдыңыз, сізге 80 балл. Аянды бағаламай бүгін сабақ қатыспадыңыз. Абдыраким өте жақсы сабақ аяқталды.